Балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Алло, қалайсың? Мазалағаным үшін кешір. Клубта бір жағдай болған сияқты. Сәлем. Қалай? Сәлем, жақсы. Мынау алдында екеуміз бірге алған көлік па? Иә, дәл өзі. Күшті екен. Құлпырып кетіпсің. Рахмет. Жарайды, көргенім қуаныштымын. Мен негізі жігітімнен келгем. Рас па? Ол қайда? Осында жүр. Жігітімнің жіпсіп кетіп қалған сияқты ғой. Мен ана жерде бір үстел белгілеп кетіп едім. Сол жерге барып отырсақ қайтеді. Ақыры кездесіп қалған екенбіз. Барып, жақсылап, әңгімелесіп дегендей. Жүр. Қалайсың көргем? Сәлем. Кездесі деп осыны айт. Сен бұл жерде көрем деп ойламаппын. Жаңа аңсар келді, бірақ ол кетіп қалды қайттан. Жалғыз жүрді ме, әлде Беркінмен жүрді ме? Жоқ, мен Беркін көрген жоқпын. Жарайды. Көркем, менің кетуім керек болып жатыр. Сені бүгін үйге жеткізіп сала алмаймын, ренжімеші. Тағы да ма? Шын айтам, өте асығыспын. Ауруханадан хабарласты. Анам есін жиды дейді. Мені іздеп жатыр екен. Ренжіме. Жарайды. Балам. Ана. Түнімен осында болдың ба? Сіз шақырды деген естіген бойда жетіп келдім, ана. Келсем, сіз ұйықтап жатыр екенсіз. Масаңызды алғым келген жоқ. Ана, маған ешкім естігенін дұрыстап түсіндірген жоқ. Тіркеу бөлімінде сізді баспалдақтан құлады деп жазып қойыпты. Не жағдай болды? Ештеңе етпейді, балапаным. Мен аманмын. Сен қасымдасың. Бәрі жақсы. Айтыңызшы маған, не болды? Менің білуге хақым бар шығар, ана. Шындықты айтуға дәтім жетпей. Мен баспалдақтан құлап қалған жоқпын. Түсінбедім. Сенің әкең мені баспалдақтан итеріп жіберді. Әкем?
Саламатсыз ба? Неге жауап? Жігіттер, клуб бүгін жұмыс істемейді. Шуламай үйлеріңе қайтыңдар. Кейін ойнайсыңдар. Сонымен? Тағы қайталап сұрайын. Жұмыс уақытында клубтан неге кетіп қалдыңыз? Бұл жерде қанша уақыт болмадыңыз? 1 сағатқа ғана шығып кеткем. Есікті бұзып көріпті. 3 компьютер жоқ. Ертегін жақсы айтады екенсің. Мен сенің осы ертегіңе сенеді деп ойлап тұрсың ба? Компьютерді қайда жібердің? Сатып жіберген шығарсың мүмкін. Сабыр етіңіз. Олай айтуға қалай дәтің барады? Ал сен, қайдағы бір сауық кеш үшін кезекшілік тастап кетуге қалай дәтің барады? Кеше, сауық кешінде болғанын растайтын адам бар ма? Иә, бар. Айроз Қақова. Керек десеңіз нөмірін берейін. Бәрін алдын ала келістіріп алғансың ғой. Офицер, сенбеңіз. Құрбысына қоңырау шалып бәрін ескертіп қойған. Ешкімді ескерген жоқпын. Шын айтам, мен алған жоқпын. Бұл жетмекті. Бекер жұмысқа алған екен. Мына сендейлер кез келген нәрседен пайда тауып алуға тырысасыңдар. Ал мен саған сеніп едім. Бауырым ретінде қарадым, түсінесің ба? Танаш. Офицер, алып кетіңізші мынаны. Ертеме кешпе бәрін мойындайды ғой. Оны өзім реттеймін. Сержант, Қалай ұялмайсыз? Бетіңіз бұлқ етпей, қалай келдіңіз бұл жерге? Әлде анама не істегеніңізді көргіңіз келді ме? Сержан, Демек, балалар үйінде өскен екенсің ғой? Балалар үйінде өссем не болған екен? Мен сенің ойыңды түсінген сияқтымын. Сен осыншама уақыт бойы менің бизнесімнен пайда табудың қолайлы сәтін күткенсің. Еш нәрсені күткен жоқпын. Ешқандай дәлелің болмаса, мені қалай айыптайсың? Клубты тастап кеткен біраз. Бірақ мен есік жауып кеткем. Клубты тонап кеткеніме кінәм жоқ. Әдейі жолдас баланы шақырып қойғансың. Өтірік айтады. Доғарыңдар. Бұл жерде полиция қызметкері кім өзі? Куәгерді тергеуге алатын мен. Олай болса бөлімшеге алып кетіңіз. Сабаңа түс. Бәрін өзім реттеймін. Хаттама толтырылды, арыз жазылды. Некен жайың жазып ол, ешқайда кетпе. Әйтпесе іздеу салам. Түсінбесінікті ғой? Түсінбедім, сонда бөлімшеге алып кетпейсіз ба? Әзірге жүре тұрсын. Менің ешқандай да дәлелім жоқ. Сау болыңыз. Ей, қарағым. Сен қайда кетіп бара жатсың? Үйге? Қандай үй? Сен әлгі ұры достарыңа бар, түсіндің ба? Компьютерлерді дер кезінде қайтармайтын болсаң, мен сен түрмеде шіртем, ұқтың ба? Байғұса елге қалай қол көтердіңіз? bu ne degeni bolam? Ант етейін, мен тиіскен жоқпын. Өтірік. Алдында қолы көгеріп жүрген, ал енді кеше түнде баспалдақтан өзі олап кетті ме? Бұл саған анаң айтты ма? Анаң бәрін ойдан шығарады. Сен балам маған, сен. Тым болмаса бір рет ер азамат болып шындықты мойындасаңызшы. Ол өзі құлап кетті. Осының бәрін әдейі істеген сияқты. Әдейі істеді. Адам мұндайды өзіне өзі әдейі істей ала ма? Білесің бе балам? Ол менімен ажыраспақшы. Не үшін өш алып жүргенін мен білмеймін. Ешқандай қатысым жоқ. Ешқандай қатысым жоқ. Онда әке, әлгі қызбен кездесуге мәжбүрлеген де анам шығар. Ол әлгі қыз емес. Біздің қарым қатынасымыз шынайы. Өткенде осы жайында өзіңмен сөйлеспек болып едім, сен менің сөзіме құлақ таспадың. Әке, құлақ аспайым да оған. Мұнда Сержан деген азамат бар ма? Иә, мен. Сізді Жазира Сәбит қызы шақырып жатыр. Жарайды. Әке, өтінем, бұл жерден кетіңізші. кешіріңіз. Нартай? Анықтадың ба?
Енді Беркін пәтер жалдап жүр. Бірақ мекен-жайын ешкім айтқысы келмейді. Беркін үйіне бір-екі адам кіруіне ғана рұқсат беріпті. Оларға жету мүмкін емес дейді. Байқап көрген. Сол-ақ па? Оның далада тұрмайтын мен сенсіз де білем. Мен ол тұратын ауданды да білем. Сонда маған не істейсің, Нұртай, тұра тұршы. Беркін туралы тағы білетін бар. Ол бүгін Моңғолдың әрі партия алу керек. Оны маған Моңғолдың жігіттері айтты. Оларға сенуге болады. Демек, Моңғол арқылы сатып жүр екен ғой. Иә? Беркін жұмыс солай жүріп жатыр екен. Жаман емес сияқты. Бір байдың балаларымен саудаласып жүр. Олар оған 2 есе бағамен сатып алады екен. Нұртай, мен бәрін анықтадым ғой. Мен қабылдашы. Моңғолмен қашан кездеседі? Бүгін болу керек. Нақты уақытты біліп берейін. Біліп бер. Ал жұмыс бар ма? Мені бүгін бір жерге жұмсайсың ба? Тамаққа да ақшам қалмайды. Моңғолға бар, кездесу туралы біл. Әлі бір апта жұмыс істемейсің. Ашкөздігің үшін жауап бересің, ұқтың ба? Енді көзің жоғал. Жақсы. Досым, не болды? Хабарламаны қазір ғана көрдім. Клубқа кірсем, бәрі маған бір түрлі қарайды, қолымда бір тапаншамен жүрген сияқты. Не болды? Клубты тонап кет. Тонап кетті? Иә. Қалай тонап кетті? 3 компьютерді алып кетті. Мен сол уақытта болмаған едім. Енді бәрі менің мойныма ілесе алмақшы. Тұра тұршы, не істейсің? Бір нәрсе істеу керек қой енді. Қысқасы, сені көрмен керек маған. Полиция қызметкерлері менің балалар үйінде өскенімді біле салып, бірден шүйлігіп алды. Олар бар істі менің маған іле салатын ішім сезіп тұр. Өзің ойлаш, сосын не болады? Академиялар мен тергеуде екенін біліп қойса, мені оқуға алмай қояды ғой. Білмеймін. Жолтайға хабарласайық. Оның таныстары бар. Көмегі тиеді. Не деп көмегі тиеді? Білмеймін, көреміз. Өзгелерді әуре қылғанша, ал сені ұят қалдыранша, маған қажет жоқ ғой. Полиция мен менеджерге менің кінәлі емес екендігін көз жеткізу керек. Көздерін қалай жеткіземіз, соны айтшы. Әлгі компьютерді тауып алып, иесіне қайтару керек. Алло. Сәлем. Сәлем. Неге хабарласып тұрсың? Жай, қалыңды білейін деп едім, көшеңе қалай жеттің? Жақсы жеттің. Неге аяқ астынан мен үшін алаңдап қалдың? Асығып кеттің ғой. Қиялыңдағы жігітің алып кетті ма? Қиялымдағы жігіт емес. Ол өмірде бар. Тек кеше екеуміз бір-бірімізді таба алмай қалдық. Жалпы, одан саған келіп кетер не? Кеше құлпырып жүрдің ғой. Сенің қандай сұлу екеніңді ұмытып та қалыппын. Рахмет. Айтарың сол-ақ па? Кешке қандай жоспарларың бар? Кофе ішіп қайтсақ қайтеді? Негізі қолым бос емес. Айыру, кофе ғана ішеміз. Білмеймін тіпті. Жарты сағат қана отыра тұрайық, сосын менің қалада шаруаларым бар. Егер жарты сағат болатын болса, жарайды. Жарайды, онда келістік. Кешке жетті соғам. Тендерге қатысы құжаттар келген соң, қызметтік мәліметтердің дұрыс толтыруын қадағалаңыз. Ұсақ түйек үшін финдердің өтінімі тендерін алып тастап жүрмесін. Демек, ғылыми кеңес финдермен өтетін келісім шартты мақұлдады ғой? Әрине мақұлдады. Енді тендердің дұрыс өтуін қадағалау керек. Бұл өте маңызды іс. Ешқандай ескерту, бюрократиялық кедергі болмау керек. Мүмкін емес. Сәуле, бұл не? Қараш, мен қателесіп тұрған жоқпын ба? Жоқ, Тайжан Омарұлы, сіз шатасып тұрған жоқсыз. Жаңа ғана сіздің есеп шотыңызға $200 000 келіп түсті.
Қайдан табамыз, айтшы, қайдан табамыз? Қайда жүргенімізді көріп тұрсың ба? Бұл Алматы, үлкен қала. Барып, әжелерден сұрамаймыз ғой, ауылдық жер емес қой. Не істейтін мен білмеймін. Менде бір амал бар. Өзің ойлашы, әлгі ақымақ клубта камера болса да, бүкіл техниканы алып, ұрлап алып кеткен. Сонымен, бұл алдын ала жоспарлаған тонауға ұқсамайды. Бұны жасаған адам ештеңеден қорықпайды. Бұл қандай адам сонда? Ойлан. Бала кезде детектив романдарын оқитын сен ғой? Менімше бұл ақшадан қысылған адам. Ол нені білдіреді? Менімше базарға бару керек, қасындағы ломбардқа кіріп шығамыз. Осы сөзінің жаны бар. Не істейміз, базарға барамыз ба? Алдымен компьютер сатып алатын жерге кіреміз. Тапсақ, полицияға хабарласамыз. Сол кезде мен қылмыстан аман қалатын шығармын. Сен сол компьютерді қалай танисың, а? Қайтып, дедуктивтік әдістерді қосасың ба? Мен компьютердің клубта жұмыс істеген кезде әр компьютердің сериялық нөмірін жатқа білем. Әр компьютер? Иә. Бол онда жүр. Иә, бұл өте қызық болды. Мен анықтап сізге хабарын беремін. Жақсы сау болыңыз. Олар не деп жауап берді? Бұл банкте кеткен қателік пе екен? Қателік болу мүмкін емес дейді. Бұл шетелдік жекеменшік есеп соттан түскен ақша. Менің атыма. Ақша қайтарымсыз. Жарна ретінде рәсімделген. Өте үлкен сыйлық Тайжан Омарұлы. Сіз қалай ойлайсыз? Аяқ асты қайдағы сыйлық. Сәуле, бұлай болсын. Бүгін жұмысты қояйық. Мен бұны анықтауым керек. Жақсы. Қалайсың, Моңғол? Көріспегелі көп бол? Көріспегелі? Негізі мүлде көріспек қойсақ та, менің көңілім баяғыдай. Не керек? Неге бірден ашуланасың? Біз екеуміз бір мәмілеге келсек деп еді. Мәміле? Біз негізі мәмілеге баяғыда келгенбіз. Сен бас қойным, мен бас қойным сатамын. Ал қалған жай қосымша, артық товар. Қосымша дейсің бе? Сен менің жолымды кестің. Ал оның соңы немен бітетінін сен жақсы білесің. Мен сенің жолыңды кестім бе? Алдай, аузыңа қарап сөйле. Мүмкін сен өзің емес шығар. Бірақ бұның соңы жақсылықпен бітпейді. Мен берген келісім есімде. Мен өзімнің уәдемде тұрам. Айтсашы, не болды? Қысқасы былай, менің бір алып сатарым өзінше тірлік жасап жүр. Тауарды сенен алады. Менің адамдардың бәрін өзіне қаратты. Демек, сен де менің ақшамды ұрлап жүрсің деген сөз. Бұл нақты ақпарат па? Нақты ақпарат болмаса, мен саған келмес едім. Өзім тексердім. Есімі кім? Беркін. Сондай жігіт есіңде ме? Есімде. Өзі бір бетпақ жігіт. Сау басына сақина тілеп жүр ғой. Сондықтан сен онымен дұрыстап сөйлейсің. Сосын екеуміздің достығымыз жалғасатын болады. Құдай сақтасын біздің достығымыздан. Ал жалпы мен сенің не айтайын дегенді түсіндім. Хабардамыз? Эх, Моңғол. Ажар? Бәрі дұрыс па? Иә. Телефон шалып едім, көтермедің. Бәрі жақсы, алаңдамаңыз. Жарайды, жұмысын көп шығара бара бер. Жүріңіз, Азамат. Сәлем, Көркем. О, Беркін. Маникюрға келдің ба? Неге жасатпасқа? Табысты еркектер өздерінің қолын және саусақтарын күте білу керек. Жалпы Көркем саған осы табысты ер азаматтар ұнамаушы ма еді? Беркін, маған адал жігіттер ұнайды. Ал ол табысты ма, табысты емес па? Маңызды емес. Сені күтіп отыр, бар. Бар ма? Онда сөйлесейік.
Онсыз да екеуміз бір-бірімізді көп көрмейтін болып кеттік. Я, әрине, сен жатақханада тұрмайсың ғой. Көшіп кеттің? Көштім. Пәтер жалдауға шамам жетеді. Көркем ау саған. Шын жүректен. Және де пәтерге қонаққа шақырам сен. Кел уақытың болған кезде. Бұл білесің бе не? Бұл планшет. Соңғы үлгісі арнайы сен үшін Хауа. Ансар, 7-ші ломбардқа кіріп шықтым. Мұнда да ештеңе жоқ. Енді қартайғанша ломбард тексерумен боламыз ба? Бір жолы бар. Мен түрмеде отырған кезде маған сәлем демей тасисың. Соны қалай қарайсың? Болды, ашуланбашы. Шынымен де мына түрімізбен біз таба алмаймыз. Мен басқа малымыз жоқ қой. Бірақ сен дұрыс айтасың. Екеуміздің күшіміз жетпейтін сияқты. Осы іске Беркінді тартса қалай болады? Айтпақшы, мен бір нәрсені білдім. Ақырын. Біздің супермаркетте біреу есірткі сатып жүр. Менің ойымша ол біздің Беркін. Рахмет. Қалай ойлайсың? Жақсы, сенің жұмыс істеген ұнады ма? Жақсы, қабыл. Қайда қарап тұрсың? Тоқтай тұр. Мына жігітті көрдің бе? Иә, не болды? Бейне жазбадағы көрген жігіт осы болады. Жүр кет. Қайда? Артынан барайық. Шынымен де осы деп ойлайсың ба? Иә. Планшет екенін көріп тұрмын. Бірақ маған сенен сыйлық керек емес. Қонаққа да бармаймын. Көркем, қалайша керек емес. Сыйлықтан бас тартуға болмайды. Шын жүректен. Саған. Ненің құрметіне? Әншейін, ешқандай ештеңенің құрметіне емес. Көркем, білесің бе? Адамдар өмірде неше түрлі қиындықтарға тап болып жатады. Сондай қиындық сенің басына туса, әрдайым саған көмектесуге дайын екеніңді ұмытпа. Сенің көмегіңе мұқтаж болатындай қандай жағдай болуы мүмкін? Білмеймін, енді өмірде неше түрлі жағдай болады ғой. Ал сыйлығымды алшы енді. Алмаймын сыйлығымды. Қалай алмайсың? Бұны саған алып келдім ғой мен. Өзің ал. Алмайым. Алмайсың ғой? Алмайым. Ажар. Ол саған. Рахмет. Бар, сен күтіп отыр. Маникюріңді жасат. Көркем, сен бір нәрсені шатастырып алдың ғой деймін. Мен маникюрге бармаймын. Маникюрге сенің ғана сержан сияқты байдың ақ саусақ жеттері ғана барады. Ал мен өмірде өзімнің мақсатыма жету үшін әлі талай-талай қолымды бұлғауыма тура келеді. Сау бол, Көркем. Сіз де сау болыңыз. Кеткен бұл жерден. Әйтпесе қазір дәрігерді шақырамын. Шақыр. Мені ақымақ қылу үшін тағы не ойлап табасың? Түсінбедім. Түсінбейтін түк те жоқ, сен бәрін білесің. Мен сені баспалдақтан қашан итеріп жібердім? Айтпағың сол ма? Ал жарайды, сен итермедің дейік. Дәлелдейтін адамың бар ма? Сезіра, саған не керек? Не? Менің көзіме шөп салсаң да үндемей бетіне қарап жүре беруің керек пе? Сезіра, сен түсінсеңші. Екеуміз баяғыдан бөтен адамдар болып кеткенбіз. Рас па? Не? Мен сенің осыншама қорлығыңа шыдаймын деп мен саған уәде беріп педім? Бүкіл қала маған қарап күлсін дейсің бе? Кәрі әйелін тастап кетіп, жас әйелге кетті деп. Жоқ. Енді мына саған жаны ашитын болсын. Айша, саған не керек? Маған? Опа-ой! Маған сен үшін өткен өмірімнің өтемін өтесең болды. Білем ау. Саған менің махаббатым мен адалдығымнан көрі ақша керек қой. Солай ма?
Ал ажырасайық. Тіпті жақсы. Жинаған дүние мүліктің бәрін теңге қылып бөліп беремін. Ол маған жетеді деп ойлайсың ба? Тағы маған не қылдайсың? Мен дұрыстап тыңдап алдым. Саған сыйға берілген құрылыс компаниясының 60%-ның, 30%-ның және компанияның пайдасының тең жартысын ұлыңа беретін боласың. Және тездет. Подъездге кіріп, 21-ші почта жәшігіне ақшаны сал. Өзіңе керектің бәрін 78-ші гараждың белгілігінен табасың. Түк түсінсем мейлің басын. Бұның саған қажеті қанша? Өзің ойлашы. Әр қайсымызда 30%-дан акция болатын болса, компанияның шешімін қалай қабылдаймыз? Сол ма сенің басыңды қатырып тұрған? Оған сен басыңды қатырма. Оның бір амалын табармыз. Ең бастысы бизнесіміз ана елдің қолында кетпей, өз отбасымызда қалса болды. Мен соған сенімді болуым керек. Сен ол елді білмейсің ғой. Оған ештеңе қажет емес. Сенімен салыстырғанда ол менің ақшам емес. Өзімді жақсы көреді. Жақсы көреді. Оны көре жатармыз. Бір күні саған деген сезімі селіп қалсашы. Есесіне ұлым кез келген күтпеген жағдайда дайын болады. Сен ол үшін емес, ақшаны өзің үшін керек қыласың. Сонда мен соны түсінбейді деп өтсің бе? Ал неге алмасқа? Неге мен алмасқа ақшаны? Есімде болмаса есіңе түсірейін. Мен сенмен бірге сол бизнесті аяғына тік тұрғызған. Иә, есімде, бәрі есімде. Неге есіңде жоқ? Менің алдымда түк білмейтін пәк хатшы қыз келіп тұрған болатын. Солай ма? Солай. 20 жылға еңбек ақыңды алуға қақым бар шығар, жетер. Доғар әңгімен осы жерден. Бизнестің тең жартысын сержанға жазып беретін бол. Сосын тып-тыныш қана ажырасамыз. Ал бұған көнбесең, мына сенің өміріңді мен қор қыламын. Өмірімді өмір емес тозақ қыламын. Олма менің қолымнан келеді. Полиция қызметкері номерін тастап кеткен. Өміріне қауіп төндірген адам жайында мағлұмат бергіңіз келсе хабарласыңыз деп. Жетер еді. Сен нағыз. Мен
тәкаппар, сайқал, оңбаған адамсың. Қабылда, айғайды бәріне. Бірақ саған ешкім сенбейді. Білесің бе, ешкім сенбейді. Маған біреудің сенгені керек емес. Маған ұлым сенсе болды. Керек десе, мына сені әке деп айтудан бас тартқызам. Және оны көруге зар боласың. Жоқ. Жоқ. Сен олай ете алмайсың. Мен олай жасай алам. Ол сені ана әйелмен бірге көрді. Менің қолдарымның көгергендерін көрді. Мен не десем сол болады. Соны жадыңда, есіңде сақта. Білдің бе? Кеш қалдың, мен айтып та қойғам. Сержан. Білесің бе? Сен менің жап-жақсы жүріп жатқан бизнесімді күйреттің. Ал әлгі бала мерзімнің ақшасын әкеп беретін маған. Ал сен, Өтемақы ретінде есепте. білесің бе? Кейінгі уақытта сенімен жұмыс істеген соң онда жағады маған. Әйтпесе анау ұсақ-түйек сақтиялар емес. Біздегілер қашанда болады. Ал бұндайлар бүгін бар, ертең жоқ. Ал, жаса. Әлі. Моңғол, сен қайдасың? Тауар қайда? Тауар қайда, Моңғол? Ақша қайда? Мен почта жәшігіне салып кеттім. Сен де мені ақымақ санайсың ба? Тауар дайын, ал ақша жоқ. Әлде мені алдап жүрмісің, а? Моңғол, мен саған айтып тұрмын ғой, мен бәрін почта жәшігіне салдым. Сенің тауарыңды көрген жоқпын, Моңғол. Сен менің басымда қатырма. Әлде бәрінен ақылдымын деп есептемейсің өзіңді. Сен кіммен шатысып жүргеніңді білемісің? Моңғол, тыңдашы. Моңғол, бұл әдейістеніп отырған дүние. Мен екеуміз келіскендей бәрін жасадың. Ал енді жәшікте ақша да жоқ, тауар да жоқ. Бұны бір әдейі ұрлап кетті, Моңғол. Қысқасы бұлай, жігіт. Тауар алып келінді, ал сен сатып ала алмайсың. Мен мұнда есірткіні сақтай алмаймын. Түсініп отырмысың? Егер кешке дейін ақшаны тауып бермесең... Моңғол! Тыңдашы, мен саған бәрін түсіндіріп тұрмын ғой. Екеуміз келіскенде мен ақша жәшікке салдым. Ал сенің тауарыңды көрген жоқпын мен. Тіпті қалтамдағы соңғы теңгені салдым. Қалай түсінбейсің сен? Аузыңды жап, Тағы да қайталап айтам. Егер сен ақшаны алып келмейтін болсаң, мына партияны түгел өзің жеп қоятын боласың. Тегін. Ұқтың ба? Моңғол, тегін. Моңғол! Риза мısın? Әке, сізден өтініп сұрап едім ғой, мұнда келмеңізші деп. Сабыр ет, балам. Әкең екеуміз қазір ғана татуластық. Солай ма қымбаттым? Рас па? Иә, балам. Өкінішке орай, сенің әкең менімен ажыраспақ. Қайтеміз енді. Адамдар бұл өмірде бір-біріне
сондай ғашық болып кейін ажырасып та жатады. Оны мен енді ғана түсінгендеймін. Мен әкеңнің бақытты болғанын қалаймын. Сондықтан ажырасуға келісімімді бердім. Сіз асығыстық танытып жатқан секілдісіз. Бұл мәселе нең болмағанда, сіз мына жерден шыққаннан кейін сөйлессек қалай болады? Жоқ, балам. Жаман әңгімен соза бергеннен ештеме шықпайды. Қайта бәрімізге жақсы болады, тезірек шешімін тапсақ. Әкең өз күнәсін мойындап отыр. Сондықтан өз күнәсін жуып шаю үшін бізді ештеңеден тарықпайтындай етпек. Рас па, қымбаттым? Сонда қалай ол? Саған балам, әкең құрылыс компаниясының акциясынан 30% бермек, және түскен пайданың тең жартысын берем деп отыр. Таң қалып отыр. Бұл рас па, әке? Ол рас, балам. Бәрін теңдей қылып бөлгеніміз дұрыс. Ал сауып кет. Қымбаттым. Енді қанша уақыт біз кесуші болып жүреміз? Артым аңдып жүргенімде 1,5 сағат болды. Ол әлі бульвардан да шыққан жоқ. Көп ауырып бұл түрмен компьютерлерді таппаймыз біз. Компьютерлерді сатпаған болса, мысалы компьютерлер үйде жатыр. Оданша қайда баратын көрейік. Сосын үйіне кіріп компьютерді тартып аламыз ба? Неге тартып аламыз ба? Әне, екіншісі ел. Мүмкін компьютерлерді бірге ұрлаған шығар. Ақша бөлісіп жатыр. Менің клубтағы компьютерлерді сатқаннан түскен ақша. Хош, енді бұл екі дос шығар. Қазір бұл ақшаға шаурма алады да, үйіне барып жейді. Сен детектив кітаптарды көп оқып тастаған сияқтысың. Менің клубтағы компьютерлерді сатқаннан түскен ақша. Түрлері күдік туғызады дедім ғой. Біздің түріміз күдік туғызып тұр. Жөнін дұрыс жігіттердің артынан аңдып отырмыз. Не деп сөйлесіп жатыр екен? Білмеймін, естіп тұрған жоқ. Қара. Арттарынан жүріп отырайық. Жүр. Тағы да қайталап айтам. Бұл менің ақшам емес. Және бұл қаражатты маған түскен есеп шотқа қайта аударыңызды өтінемін. Түсінесіз бе? Бұл менің беделіме нұқсан келтіруі мүмкін. Және менің есеп шотыма қате түскен ақшаны алмауыма құқым бар шығар. Жоқ, олай болса бұл іске мен қаржыгерлерді араластыруыма тура келеді. Айта бер, сөйле. Жоқ, сізге емес. Тайжан Омарлы, сізді ректорға шақырып жатыр. Өте шұғыл шаруа дейді. Сізбен кейінірек хабарласайын. Алло. Балақай, мен қоңырау шалсам, сен тұтқаны көтермейсің. Нартай? Сен неме басқа біреудің өмірінен хабарласып тұрсың, а? Жай өзім хабарласып тұрған ғой. Сені бір қиындыққа тап болды деп естідім ғой. Сен қайдан білесің оны? Бір жерден. Тағы бір сәлемдеме жетті. Пошта жәшігінің ішінен шыққан сәлемдеме. Демек, бәрін сен алған екенсің ғой, ә? Қалай десем екен? Нартай, неге олай істейсің, ә? Мен саған ешқандай жамандық істеген жоқпын. Ол ақша да тауар да менікі. Тым болмаса тауарды қайтар. Мен моңғолмен қалай есептесем, а? Мен қарсы емеспін, келіп алып кет. Сен
тағы не ойлағаның бар? Ештеңе. Жай сенімен отырып шай ішіп. Өмір туралы әңгімелесем деген ғой. Ал сен келмей кеттің, жоғалып кеттің. Келіп, тауарыңды алып кет. Сен қорықпа. Кел. Жарайды. Міне, мынау клиниктік компаниямен жасалған келісім шарт осыларды жаңарту керек. Бұның барлығына мақсат айналысатын еді ғой. Мен егжей-тегжейлі түсінбеймін. Әне мақсаттың өзі келіп қалыпты, өзіне сұрасаңыз болады. Мақсат? Қалайсың бауырым? Баша, қара бер. Ауруханаға барып ем, мені кіргізбеді. Жағдайың қалай? Бәрі дұрыс па? Мұның барлығы Беркін берген есірткінің кесірі. Мен қорқам. Сенімлісің бе? Маған ештеңе болған жоқ қой. Ана жақта сол есірткіні тұтынған адамдар көп болды. Олар қабырғамен сөйлесіп жүр. Олардан құтылам деп балконнан секіріп кетуге дайын болдым. Мен шаршадым. Сен есірткіні көп түсініп қойған шығарсың. Кімнің басында болмайды дейсің? Үнемі құлағыма дауыстар естіледі. Біреу сыбырлағандай болады. Олардың не деп атқанын түсінбеймін. Беркінге сенбе, сержан. Беркінге? Сен әлі толығымен жазылмаған сияқтысың. Мына Даяш қайдан келген? 2 ай бұрын өзің алдың ғой жұмысқа. Мен оны алғам жоқ. Ол неге мен аңдып жүр? Сен ешкім аңдырып жүрген жоқ, Мақсат. Мүмкін жатып тынығып аларсың. Бұған барлығына кінәлі Беркін. Оның күлкісі әлі құлағымнан кетер емес. Сабаңа түсші, Мақсат. Саған әлі де емделу керек жатыр. Сен неге маған тесіліп қарап тұрсың? Айқайлама. Адамдар шошытасың. Жүрші, мен сені неге апарып тастайын? Жатып демалып ал. Бардағы жұмыстармен өзім айналыса беремін. Мен кетейін. Сен қал. Сержан, мен қорқам. Сен үшін де қорқам. Тайжан Омарұлы, кіріңіз. Тайжан Омарұлы, сізді шақыруға мәжбүр болдық. Себебі бізге бір түсініксіз ақпарат келіп жетті. Соны өзіңізбен отырып анықтап алайық деп едік. Ассаламағалейкум. Тайжан Омарұлы, сізді көргеніме тағы да қуаныштымын. Қуаныштысыз ба? Күмәнім бар. Мырзалар, не болып жатыр өзі? Мен неге аяқ асты шақырттыңыздар? Ал Теміріп мырза мұнда не істеп отыр? Бұл кісіні біз өзіміз шақырттық. Жаңа айттым ғой, бізге бір ақпарат келіп жетті деп. Енді ол бір айтарлықтай қалай десем екен. Сіз бізге жауап беріңізші. Мәліметтерді қасақана бұрмалап, СК Логистикс компаниясының өтінімін алаяқтық жолменен алып тастаған үшін сізге $200,000 төлеген рас па? Қара, осы жерге асыққан сияқты. Енді не істейміз? Үйді білдік. Олармен бірге пәтерге дейін бармаймыз ғой? Барсам барармын. Қалай? Қара, олар өз үйлеріне келмеген анық. Қобалжып жан-жағына қарайды. Домофон кілті де жоқ. Өнен білдіреді. Мүмкін достарына келген шығар. Қай дос екенін білгім кеп тұр. Едіге біз дұрыс бағыттамыз. Қазір қандай пәтерге баратынын біліп алу керек. Сол ол Беркін қайда? Білмеймін, үйде болу керек. Тағы бас көш. О, Беркін. Кір, кел. Негізі мен тауарды алып кете берсем бе деп? Кір, отыр.
Екеумізді ұзақ әңгіме күтіп тұр, солай ғой Берген? Кезде мен қылмыстан аман қалатын шығармын. Сен сол компьютерді қалай танисың, а? Қайтып, дедуктивтік әдістерді қосасың ба? Мен компьютерный клубта жұмыс істеген кезде әр компьютердің сериялық нөмірін жатқа білем. Әр компьютер? Иә. Бол онда жүр. Иә, бұл өте қызық болды. Мен анықтап сізге хабарын беремін. Жақсы сау болыңыз. Олар не деп жауап берді? Бұл банкте кеткен қателік пе екен? Қателік болу мүмкін емес дейді. Бұл шетелдік жекеменшік есеп соттан түскен ақша. Менің атыма. Ақша қайтарымсыз. Жарна ретінде рәсімделген. Өте үлкен сыйлық Тайжан Омарұлы. Сіз қалай ойлайсыз? Аяқ асты қайдағы сыйлық. Сәуле, бұлай болсын. Бүгін жұмысты қояйық. Мен бұны анықтауым керек. Жақсы. Қалайсың, Моңғол? Көріспегелі көп бол. Көріспегелі? Негізі мүлде көріспей қойсақ та, менің көңілім баяғыдай. Не керек? Неге бірден ашуланасың? Біз екеуміз бір мәмілеге келсек деп еді. Мәміле? Біз негізі мәмілеге баяғыдай келгенбіз. Сен бас қойным, мен бас қойным сатамын. Ал қалған жай қосымша, артық тауар. Қосымша дейсің бе? Сен менің жолымды кестің. Ал оның соңы немен бітетінін сен жақсы білесің. Мен сенің жолыңды кестім бе? Алдай, ауызыңа қарап сөйле. Мүмкін сен өзің емес шығар. Бірақ бұның соңы жақсылықпен бітпейді. Мен берген келісім есімде. Мен өзімнің уәдемде тұрам. Айтсашы, не болды? Қысқасы былай, менің бір алып сатарым өзінше тірлік жасап жүр. Тауарды сенен алады. Менің адамдардың бәрін өзіне қаратты. Демек, сен де менің ақшамды ұрлап жүрсің деген сөз. Бұл нақты ақпарат па? Нақты ақпарат болмаса, мен саған келмес едім. Өзім тексердім. Есімі кім? Беркін. Сондай жігіт есіңде ме? Есімде. Өзі бір бет бағаш жігіт. Сау басына сақина тілеп жүр ғой. Сондықтан сен онымен дұрыстап сөйлейсіз. Сосын екеуміздің достығымыз жалғасатын болады. Құдай сақтасын біздің достығымыздан. Ал жалпы мен сенің не айтайын дегенді түсіндім. Хабардамыз? Эх, Моңғол. Ажан? Бәрі дұрыс па? Иә. Телефон шалып едім, көтермедің. Бәрі жақсы, алаңдамаңыз. Жарайды, жұмысың көп шығар, бара бер. Жүріңіз, Азамат. Сәлем, Көркем. О, Беркін. Маникюрға келдің ба? Неге жасатпасқа? Табысты еркектер өздерінің қолын және саусақтарын күте білу керек. Жалпы Көркем саған осы табысты ер азаматтар ұнамаушы ма еді, а? Беркін, маған адал жігіттер ұнайды. Ал ол табысты ма, табысты емес па? Маңызды емес. Сені күтіп отыр, бар. Бар ма? Онда сөйлесейік. Онсыз да екеуміз бір-бірімізді көп көрмейтін болып кетті. Я, әрине, сен жатақханада тұрмайсың ғой. Көшіп кеттің? Иә, көштім. Пәтер жалдауға шамам жетеді. Көркем ал саған. Шын жүректен. Және де пәтерге қонаққа шақырам сен. Кел уақытың болған кезде. Бұл білесің бе не? Бұл планшет. Соңғы үлгісі арнайы сен үшін қалға. Ансар, 7-ші лабораторияға кіріп шықты. Бұнда да ештеңе жоқ.
Енді қартайғанша ломбард тексерумен боламыз ба? Бір жолы бар. Мен түрмеде отырған кезде маған сәлемдеме тасисың. Соны қалай қарайсың? Болды, ашуланбашы. Шынымен де мына түрімізден біз таба алмаймыз. Мен басқа малымыз жоқ қой. Бірақ сен дұрыс айтасың. Екеуміздің күшіміз жетпейтін сияқты. Осы іске Беркінді тартса қалай болады? Айтпақшы, мен бір нәрсені білдім. Ақырын. Біздің супермаркетте біреу есірткі сатып жүр. Менің ойымша ол біздің Беркін. Рахмет. Қалай ойлайсың? Жақсы, сен жұмыс істеген ұнады маған. Жақсы, қабыл. Қайда қарап тұрсың? Тоқтай тұр. Мына жігітті көрдің ба? Иә, не болды? Бейне жазбадағы көрген жігіт осы болады. Жүр кет. Қайда? Артынан барайық. Ол шынымен де осы деп ойлайсың ба? Иә. Планшет екенін көріп тұрмын. Бірақ маған сенен сыйлық керек емес. Қонаққа да бармаймын. Көркем, қалайша керек емес. Сыйлықтан бас тартуға болмайды. Шын жүректен. Саған. Ненің құрметіне? Әншейін, ешқандай ештеңенің құрметіне емес. Көркем, білесің бе? Адамдар өмірде неше түрлі қиындықтарға тап болып жатады. Сондай қиындық сенің басыңа туса, әрдайым саған көмектесуге дайын екеніңді ұмытпа. Сенің көмегіңе мұқтаж болатындай қандай жағдай болуы мүмкін? Білмеймін, енді өмірде неше түрлі жағдай болады ғой. Ал сыйлығымды алшы енді. Алмаймын сыйлығымды. Қалай алмайсың? Бұны саған алып келдім ғой мен. Өзің ал. Алмаймын. Алмайсың ғой? Алмаймын. Ажар. Ол саған. Рахмет. Бар, сен күтіп отыр. Маникюріңді жасат. Көркем, сен бір нәрсені шатастырып алдың ғой деймін. Мен маникюрге бармаймын. Маникюрге сенің ана сержан сияқты байдың ақсаусақ жеттері ғана барады. Ал мен өмірде өзінің мақсатына жету үшін әлі талай-талай қолымды бұлғауыма тура келеді. Сау бол, Көркем. Сіз де сау болыңыз. Кеткен бұл жерден. Әйтпесе қазір дәрігерді шақырамын. Шақыр. Мені ақымақ қылу үшін тағы не ойлап табасың? Түсінбедім. Түсінбейтін түк те жоқ, сен бәрін білесің. Мен сені баспалдақтан қашан итеріп жібердім? Айтпағың сол ма? Ал жарайды, сен итермедің деймін. Дәлелдейтін адамың бар ма? Жезира, саған не керек? Не? Менің көзіме шөп салсаң да үндемей бетіңе қарап жүре беруің керек пе? Жезира, сен түсінсеңші. Екеуміз баяғыдан бөтен адамдар болып кеткенбіз. Рас па? Не? Мен сенің осыншама қорлығыңа шыдаймын деп мен саған уәде беріп пе едім? Бүкіл қала маған қарап күлсін дейсің бе? Кәрі әйелін тастап кетіп, жас әйелге кетті деп. Жоқ. Енді мына саған жаны ашитын болсын. Айша, саған не керек? Маған? Опа-ой! Маған сен үшін өткен өмірімнің өтемін өтесең болды. Білмеймін ау. Білмеймін ау. Саған менің махаббатым мен адалдығымнан гөрі ақша керек қой. Солай ма? Ал ажырасайық. Тіпті жақсы. Жинаған дүние мүліктің бәрін теңге қылып бөліп беремін. Ол маған жетеді деп ойлайсың ба? Тағы маған не қылайсың? Дұрыстап тыңдап алдым. Саған сыйға берілген құрылыс компаниясының 60%-ның, 30%-ның және компанияның пайдасын тең жартысын ұлыңа беретін боласың. Және тездет.
подъездге кіріп, 21-ші почта жәшігіне ақшаны сал. Өзіңе керектің бәрін 78-ші гараждың белгіуінен табасың. Түк түсінсем болмасын. Бұның саған қажеті қанша? Өзің ойлашы. Әр қайсымызда 30%-дан акция болатын болса, компанияның шешімін қалай қабылдаймыз? Солма сенің басыңды қатырып тұрған. Оған сен басыңды қатырма. Оның бір амалын табармыз. Ең бастысы бизнесіміз ана елдің қолында кетпей, өз отбасымызда қалса болды. Мен соған сенімді болуым керек. Сен ол елді білмейсің ғой. Оған ештеңе қажет емес. Сенімен салыстырғанда ол менің ақшам емес. Өзімді жақсы көреді. Жақсы көреді. Оны көре жатармыз. Бір күні саған деген сезімі сейіліп қалсашы. Есесіне ұлым кез келген күтпеген жағдайда дайын болады. Сен ол үшін емес, ақшаны өзің үшін керек қыласың, сонда мен соны түсінбейді деп отырсың ба? Ал неге алмасқа? Неге мен алмасқа ақшаны? Есімде болмаса есіңе түсірейін. Мен сенімен бірге сол бизнесті аяғына тік тұрғызған. Иә, есімде бәрі есімде. Неге есіңде жоқ? Менің алдымда түк білмейтін пәк хатшы қыз келіп тұрған болатын. Солай ма? Солай. 20 жылға еңбек ақынды алуға қақым бар шығара. Жетер, доғар әңгімен осы жерден. Бизнестің тең жартысын сержанға жазып беретін бол. Сосын тып-тыныш қана ажырасамыз. Ал бұған көнбесең, мына сенің өміріңді мен қор қыламын. Өміріңді өмір емес тозақ қыламын. Олна менің қолымнан келеді. Полиция қызметкері номерін тастап кеткен. Өмірме қауіп төндірген адам жайында мағлұмат бергіңіз келсе хабарласыңыз деп. Жетер еді. Сен нағыз. Мен, такапар, сайқал, оңбаған адамсың. Қабылда, айдайды бәріне. Бірақ саған ешкім сенбейді. Білесің бе, ешкім сенбейді. Маған біреудің сенгені керек емес. Маған ұлым сенсе болды. Керек десе, мына сені әке деп айтудан бас тартқызамын. Және оны көруге зар боласың. Жоқ. Сен олай ете алмайсың. Мен олай жасай аламын. Ол сені ана елмен бірге көрді. Менің қолдарымның көгергендерін көрді.
мен не десем сол болады. Соны жадыңда есіңде сақта. Білдің бе? Кеш қалдың, мен айтып та қойғам. Сержан. Білесің бе? Сен менің жап-жақсы жүріп жатқан бизнесімді күйреттің. Ал әлгі бала мерзімін ақшасына кеп беретін маған. Ал сен, Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Алло, қалайсың? Мазалағаным үшін кешір. Клубта бір жағдай болған сияқты. Сәлем. Қалың қалай? Сәлем, жақсы. Мынау алдында екеуміз бірге алған көлік па? Иә, дәл өзі. Күшті екен. Құлпырып кетіпсің. Рахмет. Жарайды, көргенім қуаныштымын. Мен негізі жігітімнен келгем. Рас па? Ол қайда? Осында жүр. Жігітімнің іші пісіп кетіп қалған сияқты ғой. Мен ана жерде бір үстел белгілеп кетіп едім. Сол жерге барып отырсақ қайтеді. Ақыры кездесіп қалған екенбіз. Барып, жақсылап, әңгімелесіп дегендей. Жүр. Қалайсың көргем? Сәлем. Кездесі деп осыны айт. Сен бұл жерде көрем деп ойламаппын. Жаңа аңсар келді, бірақ ол кетіп қалды қайттан. Жалғыз жүрді ме, әлде Беркінмен жүрді ме? Жоқ, мен Беркін көрген жоқпын. Жарайды. Көркем, менің кетім керек болып жатыр. Сені бүгін үйге жеткізіп сала алмаймын, ренжімеші. Тағы да ма? Шын айтамын, өте асығыспын. Ауруханадан хабарласты. Анам есін жейді дейді. Мені іздеп жатыр екен. Ренжіме. Жарайды. Балам. Ана.
осында болдың ба? Сіз шақырды деген естіген бойда жетіп келдім. Ана келсем сіз ұйықтап жатыр екенсіз. Масаңызды алғым келген жоқ. Ана, маған ешкім естігенін дұрыстап түсіндірген жоқ. Тіркеу бөлімінде сізді баспалдақтан құлады деп жазып қойыпты. Не жағдай болды? Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді, балапаным. Мен аманмын. Сен қасымдасың. Бәрі жақсы. Айтыңызшы маған, не болды? Менің білуге хақым бар шығар, ана. Шындықты айтуға дәтім жетпей. Мен баспалдақтан құлап қалған жоқпын. Түсінбедім. Сенің әкең мені баспалдақтан итеріп жіберді. Әкем? Саламатсыз ба? Неге жауап? Жігіттер, клуб бүгін жұмыс істемейді. Шуламай үйлеріңе қайтыңдар. Кейін ойнайсыңдар. Сонымен? Тағы қайталап сұрайын. Жұмыс уақытында клубтан неге кетіп қалдыңыз? Бұл жерде қанша уақыт болмадыңыз? 1 сағатқа ғана шығып кеткем. Есікті бұзып кіріпті. 3 компьютер жоқ. Ертегін жақсы айтады екенсің. Мен сенің осы ертегіңе сенеді деп ойлап тұрсың ба? Компьютерді қайда жібердің? Сатып жіберген шығарсың мүмкін. Сабыр етіңіз. Ол айтуға қалай дәтің барады? Ал сен, қайдағы бір сауық кеш үшін кезекшілік тастап кетуге қалай дәтің барады? Кеше сауық кешінде болғанын растайтын адам бар ма? Иә, бар. Айырос Қақыва. Керек десеңіз нөмірін берейін. Бәрін алдын ала келістіріп алғансың ба? Офицер, сенбеңіз. Құрбысына қоңырау шалып бәрін ескертіп қойған. Ешкімді ескерген жоқпын. Шын айтам, мен алған жоқпын. Бұл жетмекті. Бекер жұмыс қалған екен. Мына сендейлер кез келген нәрседен пайда тауып алуға тырысасыңдар. Ал мен саған сеніп едім. Бауырым ретінде қарадым, түсінесің ба? Танаш. Офицер, алып кетіңізші мынаны. Ертеме кешпе бәрін мойындайды ғой. Оны өзім реттеймін. Сержант? Қалай ұялмайсыз? Бетіңіз бұлқ етпей. Қалай келдіңіз бұл жерге? Әлде анама не істегеніңізді көргіңіз келді ме? Сержан. Демек, балалар үйінде өскен екенсің ғой? Балалар үйінде өссем не болған екен? Мен сенің ойыңды түсінген сияқтымын. Сен осыншама уақыт бойы менің бизнесімнен пайда табудың қолайлы сәтін күткенсің. Еш нәрсені күткен жоқпын. Ешқандай дәлелің болмаса, мені қалай айыптайсың? Клубты тастап кеткен біраз. Бірақ мен есік жауып кеткем. Клубты тонап кеткеніме кінәм жоқ. Әдейі жолдас баланы шақырып қойғансың. Өтірік айтады. Доғарыңдар. Бұл жерде полиция қызметкері кім өз? Куәгерді тергеуге алатын мен. Олай болса бөлімшеге алып кетіңіз. Сабаңа түс. Бәрін өзім реттеймін. Хаттама толтырылды, арыз жазылды. Мекен жайың жазып болды, ешқайда кетпе. Әйтпесе іздеу салам. Түсінікті ғой? Түсінбедім, сонда бөлімшеге алып кетпейсіз ба? Әзірге жүре тұрсын. Менің ешқандай да дәлелім жоқ. Сау болыңыз. Ей, қарағым. Сен қайда кетіп бара жатсың? Үйге? Өтемақы ретінде есепте. Білесің бе, кейінгі уақытта сенімен жұмыс істеген соң ондай жағады маған. Әйтпесе анау. Ұсақ-түйек сақтиялар емес. Біздейлер қашанда болады. Ал бұндайлар бүгін бар, ертең жоқ. Ал, жаса.
Әлі. Моңғол, сен қайдасың? Тауар қайда? Тауар қайда, Моңғол? Ақша қайда? Мен почта жәшігіне салып кеттім. Сен де мені ақымақ санайсың ба? Тауар дайын, ал ақша жоқ. Әлде мені алдап жүрмісің, а? Моңғол, мен саған айтып тұрмын ғой, мен бәрін почта жәшігіне салдым. Сенің тауарыңды мен көрген жоқпын, Моңғол. Сен менің басымда қатырма. Әлде бәрінен ақылдымын деп есептемейсің өзіңді. Сен кіммен шатысып жүргеніңді білемісің? Моңғол, тыңдашы, Моңғол. Бұл әдейістеніп отырған дүние. Мен екеуміз келіскендей бәрін жасадым. Ал енді жәшікте ақша да жоқ, не тауар да жоқ. Бұны біреу әдейі ұрлап кетті, Моңғол. Қысқасы бұлай жігіт. Тауар алып келінді, ал сен сатып ала алмайсың. Мен мұнда есірткіні сақтай алмаймын. Түсініп отырмысың? Егер кешке дейін ақшаны тауып бермесең... Моңғол! Тыңдашы, мен саған бәрін түсіндіріп тұрмын ғой. Екеуміз келіскенде мен ақша жәшікке салдым. Ал сенің тауарыңды көрген жоқпын мен. Тіпті қалтамдағы соңғы теңгені салдым. Қалай түсінбейсіз? Аузыңды жабы. Тағы да қайталап айтам. Егер сен ақшаны алып келмейтін болса, мына партияны түгел өзің жеп қоятын боласың. Тегін. Ұқтың ба? Моңғол, тың. Тегін. Моңғол! Риза мısın? Әке, сізден өтініп сұрап едім ғой, мұнда келмеңізші деп. Сабыр ет, балам. Әкең екеуміз қазір ғана татуластық. Солай ма, қымбаттым? Рас па? Иә, балам. Өкінішке орай, сенің әкең менімен ажыраспақ. Қайтеміз енді. Адамдар бұл өмірде бір-біріне сондай ғашық болып, кейін ажырасып та жатады. Оны мен енді ғана түсінгендеймін. Мен әкеңнің бақытты болғанын қалаймын. Сондықтан ажырасуға келісімімді бердім. Сіз асығыстық танытып жатқан секілдісіз. Бұл мәселе нең болмағанда, сіз мына жерден шыққаннан кейін сөйлесек қалай болады? Жоқ, балам. Жаман әңгімен соза бергеннен ештеме шықпайды. Қайта бәрімізге жақсы болады, тезірек шешімін тапсақ. Әкең өз күнәсін мойындап отыр. Сондықтан өз күнәсін жуып шаю үшін бізді ештеңеден тарықпайтындай етпек. Рас па, қымбаттым? Сонда қалай ол? Саған балам, әкең құрылыс компаниясының акциясынан 30% бермек. Және түскен пайданың тең жартысын берем деп отыр. Таң қалып отыр. Бұл рас па, әке? Ол рас, балам. Бәрін теңдей қылып бөлгеніміз дұрыс. Ал сауып кет, қымбаттым. Енді қанша уақыт біз кесуші болып жүреміз? Артынан жүргенімізде 1,5 сағат болды. Ол әлі бульвардан да шыққан жоқ. Көп ауырып бұл түрмен компьютерлерді таппаймыз біз. Компьютерлерді сатпаған болса, мысалы компьютерлер үйде жатыр. Оданша қайда баратын көрейік. Сосын үйіне кіріп компьютерді тартып аламыз ба? Неге тартып аламыз ба? Әне, екіншісі ел. Мүмкін компьютерлерді бірге ұрлаған шығар. Ақша бөлісіп жатыр. Менің клубтағы компьютерлерді сатқаннан түскен ақша. Хош, енді бұл екі дос шығар. Қазір бұл ақшаға шаурма алады да, үйіне барып жейді. Сен детективті кітаптарды көп оқып тастаған сияқтысың.
Менің клубтағы компьютерлерді сатқаннан түскен ақша. Түрлері күдік туғызады дедім ғой. Біздің түріміз күдікті туғызып тұр. Жөнін дұрыс жігіттердің артынан аңдып отырмыз. Не деп сөйлесіп жатыр екен? Білмеймін, естіп тұрған жоқ. Қара. Арттарынан жүріп отырайық. Жүр. Тағы да қайталап айтам. Бұл менің ақшам емес. Және бұл қаражатты маған түскен есеп шотқа қайта аударыңызды өтінемін. Түсінесіз бе? Бұл менің беделіме нұқсан келтіруі мүмкін. Және менің есеп шотыма қате түскен ақшаны алмауыма құқым бар шығар. Жоқ, олай болса бұл іске мен қаржыгерлерді араластыруыма тура келеді. Айта бер, сөйле. Жоқ, сізге емес. Тайжан Омарлы, сізді ректорға шақырып жатыр. Өте шұғыл шаруа дейді. Сізбен кейінірек хабарласайын. Алло. Балақай, мен қоңырау шалсам, сен тұтқаны көтермейсің. Нартай? Сен немен басқа біреудің нөмірінен хабарласып тұрсың, а? Жай өзім хабарласып тұрған ғой. Сені бір қиындыққа тап болды деп естідім ғой. Сен қайдан білесің оны? Жай бір жерде. Тағы бір сәлемдеме жетті. Пошта жәшігінің ішінен шыққан сәлемдеме. Демек, бәрін сен алған екенсің ғой, ә? Қалай десем екен? Нартай, неге олай істейсің, ә? Мен саған ешқандай жамандық істеген жоқпын. Ол ақша да товар да менікі. Тым болмаса товарды қайтар. Мен моңғолмен қалай есептесем? Қандай үй? Сен әлгі ұры достарыңа бар, түсіндің ба? Компьютерлерді дер кезінде қайтармайтын болсаң, мен сен түрмеде шіртем, ұқтың ба? Байғұс әйелге қалай қол көтердіңіз? Оны деген болам. Ант етейін, мен тиіскен жоқпын. Өтірік. Алдында қолы көгеріп жүрген, ал енді кеше түнде баспалдақтан өзі құлап кетті ме? Оны саған анаң айтты ма? Анаң бәрін ойдан шығарады. Сен балам маған, сен. Тым болмаса бір рет ер азамат болып шындықты мойындасаңызшы. Ол өзі құлап кетті. Осының бәрін әдейі істеген сияқты. Әдейі істеді. Адам мұндайды өзіне өзі әдейі істей ала ма? Білесің бе балам? Ол менімен ажыраспақшы. Не үшін өш алып жүргенін мен білмеймін. Ешқандай қатысым жоқ. Ешқандай қатысым жоқ. Онда әке, әлгі қызбен кездесуге мәжбүрлегенде анам шығар. Ол әлгі қыз емес. Біздің қарым қатынасымыз шынайы. Өткенде осы жайында өзіңмен сөйлеспек болып едім, сен менің сөзіме құлақ таспадың. Әке, құлақ аспайым да оған. Мұнда Сержан деген азамат бар ма? Иә, мен. Сізді Жазира Сәбит қызы шақырып жатыр. Жарайды. Әке, өтінем, бұл жерден кетіңізші. Кешіріңіз. Нартай? Анықтадың ба? Енді Беркін пәтер жалдап жүр. Бірақ мекен-жайын ешкім айтқысы келмейді. Беркін үйіне бір-екі адам кіруіне ғана рұқсат беріпті. Оларға жету мүмкін емес дейді. Байқап көрген. Сол-ақ па? Оның далада тұрмайтын мен сенсіз де білем. Мен ол тұратын ауданды да білем. Сонда маған не істейсің, а? Нұртай, тұра тұршы. Беркін туралы тағы білетін бар. Ол бүгін моңғолдың әрі партия алу керек. Оны маған моңғолдың жігіттері айтты. Оларға сенуге болады. Демек, моңғол арқылы сатып жүр екен ғой. Иә, Беркін жұмыс қалай жүріп жатыр екен. Жаман емес сияқты. Бір байдың балаларымен саудаласып жүр. Олар оған 2 есе бағамен сатып алады екен. Нартай, мен бәрін анықтадым ғой.
Мен қабылдашы. Монголмен қашан кездеседі? Бүгін болу керек. Нақты уақытты біліп берейін. Біліп бер. Ал жұмыс бар ма? Мені бүгін бір жерге жұмсайсың ба? Тамаққа да ақшам қалмады. Монголға бар, кездесу туралы біл. Әлі бір апта жұмыс істемейсің. Ашкөздігің үшін жауап бересің, ұқтың ба? Енді көзің жоғал. Жақсы. Досым, не болды? Хабарламаны қазір ғана көрдім. Клубқа кірсем, бәрі маған бір түрлі қарайды, қолымда бір тапаншамен жүрген сияқты. Не болды? Клубты тонап кет. Тонап кетті? Иә. Қалай тонап кетті? 3 компьютерді алып кетті. Мен сол уақытта болмаған едім. Енді бәрі менің мойныма ілесе алмақшы. Тұра тұршы, енді не істейсің? Бір нәрсе істеу керек қой енді. Қысқасы, сені көрмен керек ма? Полиция қызметкерлері менің балалар үйінде өскенімді біле сал, бірден шүйлігіп алды. Олар бар істі менің маған іле салатын ішім сезіп тұр. Өзің ойлашы, сосын не болады? Академиялар мен тергеуде екенін біліп қойса, мен оқуға алмай қояды ғой. Білмеймін. Жолтай ағаға хабарласайық. Оның таныстары бар. Көмегі тиеді. Не деп көмегі тиеді? Білмеймін, көреміз. Өзгелерді әуре қылғанша, ал сені ұят қалдыранша, маған қажет жоқ оны. Полиция мен менеджерге менің кінәлі емес екендігін көз жеткізу керек. Көздерін қалай жеткіземіз, соны айтшы. Әлгі компьютерді тауып ал, иесіне қайтару керек. Алло. Сәлем. Сәлем. Неге хабарласып тұрсың? Жай, қалыңды білейін деп едім, көшеңе қалай жеттің? Жақсы жеттім. Неге аяқ астынан мен үшін алаңдап қалдың? Асығып кеттің ғой. Қиялыңдағы жігітім алып кетті ма? Қиялымдағы жігіт емес. Ол өмірде бар. Тек кеше екеуміз бір-бірімізді таба алмай қалдық. Жалпы, одан саған келіп кетер не? Кеше құлпырып жүрдің ғой. Сенің қандай сұлу екеніңді ұмытып та қалыппын. Рахмет. Айтарың сол-ақ па? Кешке қандай жоспарларың бар? Кофе ішіп қайтсақ қайтеді? Негізі қолым бос емес. Айыру, кофе ғана ішеміз. Білмеймін тіпті. Жарты сағат қана отыра тұрайық, сосын менің қалада шаруаларым бар. Егер жарты сағат болатын болса, жарайды. Жарайды, онда келістік. Кешке жетті соғам. Тендерге қатысып құжаттар келген соң, қызметтік мәліметтердің дұрыс толтыруын қадағаламыз. Ұсақ түйек үшін финдердің өтінімі тендерін алып тастап жүрмесін. Демек, ғылыми кеңес финдермен өтетін келісім шартты мақұлдады ғой? Әрине мақұлдады. Енді тендердің дұрыс өтуін қадағалау керек. Бұл өте маңызды іс. Ешқандай ескерту, бюрократиялық кедергі болмау керек. Мүмкін емес. Сәуле, бұл не? Қараш, мен қателесіп тұрған жоқпын ба? Жоқ, Тайжан Омарұлы, сіз шатасып тұрған жоқсыз. Жаңа ғана сіздің есеп шотыңызға $200,000 келіп түсті. Қайдан табамыз, айтшы, қайдан табамыз? Қайда жүргенімізді көріп тұрсың ба? Бұл Алматы, үлкен қала. Барып, әжелерден сұрамаймыз ғой, ауылдық жер емес қой. Не істейтін мен білмеймін. Менде бір амал бар. Өзің ойлашы, әлгі ақымақ клубта камера болса да, бүкіл техниканы алып, ұрлап алып кеткен. Сонымен, бұл алдын ала жоспарлаған тонауға ұқсамайды. Бұны жасаған адам ештеңеден қорықпайды. Бұл қандай адам сонда? Ойлан. Ойлан? Бала кезде детектив романдарын оқитын сен ғой? Менімше бұл ақшадан қысылған адам. Ол нені білдіреді? Менімше базарға бару керек, қасындағы ломбардқа кіріп шығамыз. Осы сөзінің жаны бар.
Не істейміз, базарға барамыз ба? Алдымен компьютер сатып алатын жерге кіреміз. Тапсақ, полицияға хабарласамыз.